Дасыққан мол тәжірибе ие болған. Көптен бері бір дүкенді иштетіп жүрген. Алтын жана күміш бермет шакектерді сатқан дүкенші өз оқиясын мынтып баштады. Дахала алайя ражулун ва мааху заужату. Маға бір жігіт келішкен келіншегін қолтықтап дүкенге кіріп қалды. Ва мааху ажуз тахмил ибнахума сагир. Арқасынан бели біраз еңкейген, кичинекей баланы арқасына көтеріп алған бір апа кіріп қалды. Улам келіншегінің бықынына сөмөйін мынтып сайып қойып, арқасын таптап, тамашалашып, құлағына бір нәрсе шыурамыш болып, келіншегін күлдіріп, шunu алып берейін бе? Тигін алып берейін бе? Сала қалшы ғана қолыңа, салаңа деп атып, тандап келіп, ең мықты бермет шакеке келіп тақалды. Ушул маға жақты деді. Ал ошоны. Қайтарымына 1760 сом ашып қалды. А бирок ал баягы келинчегинин саласындағы аты жоғындағы бұл бермет шакек 100 000 сомдан ашық эле деп атат. 100 000 сомдан ашық эле. Анан 1700 сом ашып қалды. Мына кемпир ким десем, қарап тұрып, апам бұл. Не болды? Деділі. Ошол апаңызға ылайық мынау жерде мынау шакек бар. Бере аласыз бу шуну? Сдачасына да? Ушул. Мен түшүрө эле берип атам. Арзан берип атам. Ушу 1760 сом менде калсын, апага тагынып калсын. Апаңыз ооба, берип коюң. 1760 сом ушул деп кыйкырып кирди магазин ичинде. Ооба, жагы. Болбойт. Мындан арзаныраак жокпу деп тияк бияктар издеп калды. Ошондо апасы акырын баланы көтөрүп чыгып кетти. Мен айттым, акмак, келинчегиңди муну аты жок саласына 100 000ден ашык бермет шакекти салып койдуң. Апаң үчүн сени төрөп чоңойтуп койгон, апаң үчүн 1760 сомдук муну күмүш аралашкан шакекти алып бере албайсыңбы? Не деген аңкоосуң? Не деген сокурсуң? Не деген көйдөнүң бош? Ошондо акылына келди. Сыртка чыгып, машинасынын эшигин ачып, апасы отурган арканкы салонго баш багып, апа, келиңиз, муну салайынбы колуңузга? Шуну салайынбы деди эле. Wallahi ma albas zahab hatta amut. Улум, Аллахтын алдында сапар тартып кеткенге чейин мен салама шакек салбайм. Болду, ант иштим. Сен кызалат болба. Мени деп келинчегиңден да жеме ишитпе. Валака я бунай мисла, валака я бунай мисла. Болгону уулум, уулуңдан кудушундай мамилени күтө бер. Уулум, уулуңдан кудушундай мамиле күткүн деп эки жолу каргады ошол жерде деп атат. Эй, кагылайындар. Бул шакек сөйкө, билерик, анан жана башка жоолук көйнөк деп апабыздын назарынан калып кетип, түбөлүк тозоктун чычаласы болуп куйкаланып калбайлы.